Сәлем құрметті тыңдарман, ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Бейшенбаевпен түрмеде араласқан әйел. Қуандық сауатты жігіт. Алаяқтық ісі бойынша 11 жылға бас бостандығынан айырылып, соның 4 жылын өтеп, бостандыққа шыққан экс-кәсіпкер Гүлзада Сәлім түрмеде Қуандық Бейшенбаевты көрген, араласып тұрғанын мәлімдеді деп хабарлайды Ел Кезет ақпарат агенттігі Белгиан Endurance YouTube арнасына сілтеме жасап. Қуандық Бейшенбаевтың осындай қатыгездікке барғанына сенбейтінін айтып өтті. Мен түрмеге 9 желтоқсанда түссем, ол қаңтардың 10-ында, бір айдан кейін түсті. Оны түрмеде көріп тұрдым. Қуандық сауатты жігіт. Салтанатты өлтіргенін естігенде өте ауыр қабылдадым. Сенбедім. Не үшін осындай жағдай болады деп ойланып көрдім. Меніңше, бұндай қатыгездікке өзін 100% гармонияда сезінбеген адам барады. Яғни қасындағы жақын адамына, өз әйеліне қол жұмсайды. Салтанат кешірімді болған, бірақ шыдап жүрген. Ол бұған дейін Қуандықтан өзін қорғай алатынын көрсете алса ғой. Бұл жағдай орын алмас еді. Бұл ретте тағы айта кететіні, Бейшенбаев анасының бақытсыз болғанын көрді ме? Әкесі бәлкім осындай қатынас құрды ма? Сұрақ көп, деді ол. Еске сала кетейік, экс-министр Қуандық Бейшенбаев өз әйелін Салтанат Нүкенованы өлтірген еді.